Әлемдердің Раббысы Аллахқа мадақ. Пайғамбарымыз Мұхаммадқа, оның отбасына және сахабаларына Аллахтың игілігімен сәлемі болсын. Назарларыңызға Рамазан айындағы ораза атты аудио кітабының келесі бөлімін ұсынамыз. Закат әл-фитр, пітір садақасы. Закат әл-фитрді төлеудің міндеттілігі. Ибн Умар былай деп баяндайтын: Аллахтың елшісі, оған Аллахтың игілігімен сәлемі болсын, закат әл-фитрді бір са азық-түлік түрінде таратуды бұйырды. Ол мұны мұсылмандардан болған құл мен еркін адамға, еркек пен әйелге, кіші мен қартқа бұйырып, оны айт намазына шығудан бұрын беруді әмір етті. Әл-Бухари 1503. Имам Әл-Хаттаби былай деді: бұл хадисте закат әл-фитрдің міндетті екеніне нұсқау бар, әрі оның парыз екені бүкіл ғалымдардың пікірі болып табылады. Маалимус Сунан 3214. Имам Ан-Науави закат әл-фитр әрбір мұсылманға парыз екеніне ғалымдардың барлығы бірауыздан келіскен деп айтқан. Әл-Маджму 606. Закат әл-фитрдің міндетті екеніне ғалымдардың барлығы бірауыздан келіскеніне имам Ибн Әл-Мунзир де нұсқаған. Әл-Иджма 34. Закат әл-фитр кім үшін міндетті болып табылады? Закат әл-фитр оны төлеуге мүмкіншілігі бар әрбір мұсылманға міндетті болып табылады. Алайда мұсылман өзін асырауындағы адамдар үшін де фитрді беруге міндетті ме, әлде әрқайсысы өзі үшін беруі керек пе деген мәселеде ғалымдардың арасында келіспеушіліктер болған. Имам Ан-Науави былай деп айтқан: адам бұл закатты өзі үшін әрі мал мүлкінен жұмсауға, асырауға міндетті болған кісілер үшін, нақтылап айтқанда әйелі, балалары және ата-аналары үшін беру парыз болып табылады. Әл-Маджму 628. Адам өзі үшін әрі асырауға міндетті болған кісілері үшін фитрді беру парыз деген пікірдің жақтастары Ибн Умардан жеткен келесі хадиске сүйенеді. Пайғамбарымыз, оған Аллахтың игілігімен сәлем болсын, былай деген: асырауға тиісті адамдарың үшін фитр беріңдер. Әд-Дарақутни 241, Әл-Байхақи 461. Алайда бұл хадистің сенімділігі жөнінде ғалымдар пікірталасқа түскен. Ибн Әл-Араби, Аз-Захаби, Ан-Науави және Ибн Хаджар секілді имамдар бұл хадисті әлсіз деген. Ал-Дарақутни бұл сөздер пайғамбарымызға, оған Аллахтың игілігімен сәлемі болсын емес, Ибн Омарға тиісті екендігі дұрыс болып табылады деді. Бірақ кейбір имамдар, солардың ішінде Шейх Әл-Әлбани де бұл хадиске сүйеніп, оның сенімділігін ұқсас мағынадағы хадистер арқылы күшейткен. Ирваул Алил 831. Сондай-ақ бұл пікірді Сауд Арабиясының пәтуалар және ғылыми зерттеулер бойынша тұрақты комитетінің Әл-Ләджнату Дайма ғалымдары таңдаған. Фатауа Әл-Ләджна 9367. Ал имам Ибн Хазм анасының құрсағында жатқан бала үшін де фитр беру парыз деп есептеген. Алайда бұл пікір қате, әрі имамдардың ешқайсысы осыған ұқсас сөздер айтпаған. Имам Ибн Әл-Мунзир былай деген: анасының құрсағында жатқан бала үшін фитр беру парыз емес екеніне ғалымдар бірауыздан келіскен. Әл-Иджма 31. Ал енді Абу Шайба келтірген Осман ибн Аффан өз отбасы үшін, әрі тіпті құрсақтағы бала үшін де фитр берген деп айтылатын кең тараған әлі белгілі хабар туралы айтар болсақ, ол да әлсіз болып табылады. Ирва Әл-Алил 3330. Бірақ бұл хабар сенімді болған күйінде де, ол ары кеткенде құрсақтағы бала үшін фитр беру тек рұқсат екеніне нұсқайтын еді. Бірақ ол парыз екеніне еш нұсқамайды. Абу Қилаба былай деп айтқан: сәләфтар тіпті құрсақтағы бала үшін де фитр беруді жақсы көрген. Ибн Абу Шайба 373, Абдуразақ 5788, иснады сахих. Сондай-ақ ғалымдар әрбір мұсылман фитр беру керек пе, әлде тек ораза тұтқан адам ба деген мәселеде түрлі пікірде болған. Көпшілік ғалымдар, ал олардың ішінде 4 мазхаб имамдары да, науқас немесе қарт кісілер сияқты ораза тұтпаған адамдар да фитр беру керек деп есептеген. Ал кейбір ғалымдар тек ораза тұтқан адам ғана фитр беруге міндетті деп санаған. Өйткені Ибн Аббастың хадисінде былай деп айтылған: пайғамбар, оған Аллахтың игілігімен сәлем болсын, закат әл-фитрді ауыз бекіткен адам үшін бос әңгімелерден тазару ретінде бұйырған. Абу Дауд 1609, Ибн Маджах 1827, Ад-Дарақутни 238, хадистің сенімділігін имам Әл-Хаким, Аз-Захаби, имам Ан-Науави және Шейх Әл-Әлбани растаған. Алайда бұл дәлелге жауап беру оңай. Сонда Рамазан айында бос әңгіме айтпаған адам фитр бермеу керек пе? Әрине беру керек. Фатхул Бари 3364.
Закат әл-фитр оразада жіберілген қателерді өтейтініне күмән жоқ. Алайда күнәлардың бар болуы оны төлеудің шарты болып табылмайды. Бұдан қалса, Ибн Омардан жеткен хадисте былай делінген: пайғамбар, оған Аллахтың игілігі мен сәлемі болсын, мұны мұсылмандардың құлы мен еркін адамына, еркегі мен әйеліне, кішісі мен қартына бұйырды. Әл-Бухари 1503. Кіші сөзімен кішкентай бала меңзелген. Ал бірақ бала ораза тұтуға міндетті емес екендігі белгілі. Егер адам фитрді басқа біреудің атынан бергісі келсе, онда ол сол кісіге хабарлап қоюы керек. Әрі бұны тек соның рұқсатымен істеу керек. Себебі зекет бұл ниеттің болуын қажет ететін құлшылық. Егер адамда закат әл-фитрді беруге мүмкіншілігі болмаса, онда оған күнә жазылмайды. Сол үшін ол қарызға ақша сұрап жүруі қажет емес. Алла тағала былай деді. Аяттың мағыналық аудармасы: Аллах адамға шамасынан тыс нәрсені жүктемейді. Бақара сүресі 286 аят. Ал пайғамбар, оған Аллахтың игілігі мен сәлем болсын, былай деді: мен сендерге бұйырған нәрселерімнен шамаларын келгенді істеңдер. Әл-Бухари 1234. Имам Ибн Әл-Мунзир былай деп айтқан: мүмкіншілігі жоқ кісі фитрді беруге міндетті емес екеніне ғалымдар бір ауызды келіскен. Әл-Маджмух 613. Закат әл-фитрдің даналығы. Аллах тағала закат әл-фитрді Мұхаммадтың, оған Аллахтың игілігі мен сәлемі болсын, үмметіне мұқтаждардың айт күндері тіленіп жүруден құтқару үшін және ол ораза кезінде жіберіп алған қателердің өтеуі болу үшін міндеттеді. Ибн Аббас былай деп айтқан: пайғамбар, оған Аллахтың игілігі мен сәлемі болсын, закат әл-фитрді ауыз бекіткен кісі үшін бос сөздерден тазару ретінде және кедейлерге тамақ ретінде төлеуді бұйырды. Кім оны айт намазына дейін берсе, қабыл болған закат болады. Ал кім оны намаздан кейін берсе, онда ол тек садақа сияқты ғана болады. Абу Дауд 1609, Ибн Маджах 1827, Ад-Дарақутни 238. Хадистің сенімділігін имам Әл-Хаким, Аз-Захаби, имам Ан-Науави және шейх Әл-Альбани растаған. Уақиғ ибн Жаррах былай деп айтқан: Рамазан айындағы закат әл-фитр намаздағы саху сәжде секілді. Саху сәжде намаздың кемшіліктерін толықтырғандай, закат әл-фитрде оразаның кемшіліктерін толтырады. Әл-Маджму 6321. Ал енді Рамазан айы аспан мен жердің арасында тұрады. Әрі закат әл-фитрден басқа еш нәрсе оны Аллахқа көтермейді. Ад-Дайлами және Ибн Шахин жеткізген хадиске келер болсақ, онда бол имам Ибн Жаузи, Хафиз Ас-Суйти және шейх Альбани айтқандарындай әлсіз болып табылады. Шейх Альбани былай деген: егер де бұл хадис сахих болғанда, ол Рамазан оразасы закат әл-фитрсіз қабыл болмайтынына нұсқайтын еді. Бізге бірде-бір ғалымның закат әл-фитрсіз ораза қабылданбайды дегені белгісіз. Қараңыз, Ас-Силсила ад-Даифа 118. Закат әл-фитр кімге беріледі? Ғалымдардың көпшілігі закат әл-фитр тура зекет сияқты Құранда аталған 8 санаттағы адамдарға үлестіріледі деп есептейді. Аяттың мағыналық аудармасы: шын мәнінде садақалар, зекеттер Аллах тарапынан бір парыз, қолы тар пақырларға, түгі жоқ міскіндерге, оны жинап үйлестірушілерге, көңілдері исламға қарай аударылатындарға, құлды азат етуге, қарыздыларға, Аллах жолына және жолаушыларға беріледі. Аллах әр нәрсені білуші, дана. Ат-Тауба сүресі 60 аят. Алайда бұл пікір қате, себебі бұлай салыстыру Ибн Аббастың жоғарыда келген хадисіне қарама-қайшы келеді. Пайғамбар, оған Аллахтың игілігі мен сәлем болсын, закат әл-фитрді ауыз бекіткен адам үшін бос сөздерден тазару ретінде және кедейлерге тамақ ретінде бұйырған. Шейхул Ислам Ибн Таймия закат әл-фитрді кедейлерден басқа біреулерге беру рұқсат етілмейді деп айтты. Маджмуул Фатауа, Ихтиярул Фиқхия 102. Тура осылай Шейх Ибн Әл-Қайим, имам Аш-Шаукани және басқа да зерттеушілер айтқан. Қараңыз, Задул Маад және Сайлул Жарар 286. Бір кедейге бірнеше адамның атынан закат әл-фитр беруге болады, немесе бір фитрді бірнеше кедейге үйлестіруге болады. Мұны Малик, Ахмад, сондай-ақ Шейхул Ислам Ибн Таймия айтқан. Алайда фитрдің бір бөлігін ғана алған кедейге оның бір са мөлшерінен кем алғанын ескерту керек. Себебі ол закат әл-фитр ретінде алғанын өз атынан басқа біреуге беруі мүмкін. Қараңыз, Шархул Мумти 679.
бір адам фитрді бір са мөлшерінен артық көлемде бере алады. Алайда бір са мөлшерінен кем беруге рұқсат етілмейді. Бұл мәселеде келіспеушілік жоқ. Қараңыз Маджму аль-Фатауа 25-70. Тұрақты комитет ғалымдарына базарларда қайыр тілеп жүргендерге закат аль-фитрді беруге болады ма? Біз олардың шынайы жағдайын білмейміз ғой деген сұрақ қойылды. Олар былай жауап берді. Фитр кедей мұсылмандарға беріледі. Тіпті егер олар күнәһар болса да, бірақ діннен шықпаған болса. Кедейдің сыртқы жағдайына қарау керек. Тіпті егер ол іс жүзінде бай болып шықса да. Алайда шама келгенше шынайы кедейлерді іздеу керек. Егер адам берген зекеттің жағдайы бар адамның қолына түскенін білсе, онда бұл оның зекетіне зиян тигізбейді. Фатауа аль-Лажна номер 3055. Закат аль-фитрді басқа қалаға жіберуге болады ма? Бұған деген қажеттілік болмаса, фитрді басқа қалаға жібермеу керек. Мысалы, өз қалаңда кедейлер болмаса, немесе басқа қалада фитрге деген мұқтаждық өте үлкен болса, оны басқа қалаға жіберуге болады. Мұсылман адам өз пітір садақасын Рамазан айының соңын қай жерде жолықтырса, сол жерде төлеуге тиіс. Бұған көптеген ғалымдар нұсқаған. Имам Маликтен Африканың бір елінде тұратын, бірақ ораза айт күні Мысырда болған адам туралы, ол закат аль-фитрді қай жерде төлеу керек деп сұрағанда, Имам Малик ол қай жерде болса, сол жерде төлеуге тиіс. Бірақ егер оның өз елінде тұратын отбасы ол үшін фитр төлесе, бұл оған саналады деп жауап берді. Қараңыз Әл-Мадауина 1337. Имам Ибн Қудама былай деген. Закат аль-фитрге келер болсақ, оны төлеуге міндетті адам қай қалада болса да, сол жерде төлеуге тиіс. Ол сол қалада тұрса да, тұрмаса да. Қараңыз Әл-Муғни 2590. Шейх Ибн Баз былай деді. Сүннет болып табылатыны пітірді өз мекеніңнің кедейлеріне беру және пітірді басқа қалаға жібермеу. Қараңыз Маджму Фатауа ва Мақалат. Шейх Ибн Усайминге закат аль-фитрді басқа қалаға жіберуге болады ма деген сұрақ қойылды. Ол, егер пітірді жібергісі келген адамның қаласында кедей мұсылмандар болмаса, онда бұның оқасы жоқ. Алайда егер бұда қажеттілік болмаса, әрі оның өзінің қаласында пітір беруге болатын адамдар болса, онда бұған кейбір ғалымдар нұсқағандай пітірді басқа қалаға жіберуге болмайды. Қараңыз Фатауа Ибн Усаймин 18-318. Закат аль-фитрді кімге беруге тыйым салынған? Закат аль-фитрді кәпірлерге беруге болмайды. Өйткені зекеттің парыз үкімдерінде оларға ештеңе тиесілі емес. Пайғамбарымыз оған Аллахтың игілігімен сәлем болсын, адамдарды исламға шақыру үшін Муазды Йеменге жібергенде былай деген. Егер олар саған бұл нәрседе, яғни бір құдайшылықпен намаз оқуда бағынса, онда Аллах олардың байларына кедейлерінің пайдасына зекет берулерін әмір еткенін оларға хабарла. Әл-Бухари 3-225, Муслим 19. Хасан әл-Басри былай деген. Мұсылмандардың жерінде тұратын кәпірлерге парыз зекеттен, кәдімгі зекет пен закат аль-фитр ештеңе тиесілі емес. Алайда егер адам қаласа, оларға нәпіл қосымша садақа бере алады. Абу Убайд 1-236. Ал Абу Майсара закат аль-фитрді жинап, оны монахтардың арасында таратқан деген хабарға келер болсақ, ол сенімді хабар емес. Тамамул Минна 389. Сондай-ақ адам ата-анасы, балалары мен әйелі сияқты өзі асырауға міндетті кісілерге закат аль-фитр бермейді. Имам Малик өзінің асырауға міндетті жақын туысқандарының қатарындағы кісілердің ешқайсына зекет берме деді. Қараңыз Әл-Мудауина 1-344. Имам Аш-Шафии былай деген. Зекет әкеге де, анаға да, атаға да, әжеге де берілмейді. Қараңыз Әл-Ум 2-87. Имам Әл-Мунзир адам өзі асырауға міндетті кісілерге зекет берілмейтінінде ғалымдар арасында келіспеушілік болмағанын айтқан. Қараңыз Әл-Иджма 32. Алайда әйел өз күйеуіне зекет бере алады, өйткені ол оны асырауға міндетті емес. Шейх Ибн Усаймин айтқандай, кәдімгі зекет пен закат аль-фитрді өзі асырауға міндетті емес кедей туыс мұсылмандарға берген жақсырақ. Сондай-ақ закат аль-фитр байға әрі күшті, жұмысқа жарамды адамға берілмейді. Аллахтың елшісі, оған Аллахтың игілігімен сәлем болсын, былай деп айтты. Садақаны байға, сондай-ақ күшті, жұмысқа жарамды адамға беруге рұқсат етілмейді. Абу Дауд 2-234, Ибн Аль-Джаруд 363, Имам Абу Иса ат-Тирмизи, Әл-Хаким, Хафиз ибн Хаджар және Шейх Әл-Альбани хадистің сахихтығын растаған.
Имам Ибн Қудама кедейлер мен міскіндерге арналған садақаны бай кісіге беруге болмайды. Әрі бұл мәселеде ғалымдар арасында келіспеушіліктер жоқ деп айтқан. Қараңыз Әл-Мұғни 2.522. Закат әл-фитрдің мөлшері. Ибн Аббастың сөздерінен Аллах елшісінің оған Аллахтың игілігімен сәлем болсын, былай деген хабарланады. Закат әл-фитрді бір са мөлшерінде тамақпен беріңдер. Абу Нуайм 3.262, Әл-Байхақи 467, Сахих хадис, қараңыз Сахих әл-Джами 282. Закат әл-фитрді бір са мөлшерінде азық түлікпен беру керек. Бір са 4 мудқа тең, ал бір муд орташа адамның қос алақанына сиятын көлем. Қараңыз Маусуатул фиқхия 363. Шейх Ибн Бас айтқандай, бір са мөлшері шамамен бидайдың 3 килограммына сәйкес келеді. Азық түліктің түріне байланысты оның салмағы әр түрлі болуы мүмкін. Мысалы, бір са арпа 3 килограммнан аз болса, бір са мөлшеріндегі күріш немесе сүзбе 3 килограммнан артық болуы мүмкін. Фитрді дәл бір са көлемінде бергісі келген адам Шейх Ибн Усаймин Шархул Муътиқта айтқандай, 2,4 килограмм бидайдың салмағына тең азықтың мөлшерін анықтап алуы керек. Закат әл-фитрді немен беру керек? Абу Саид әл-Худри, біз фитрді бір са тағаммен, немесе бір са арпамен, немесе құрмамен, немесе сүзбемен, немесе мейізбен төлейтінбіз деп айтқан. Әл-Бухари 1506. Хадистерде аталған тағам сөзінің мағынасы жайында ғалымдар әртүрлі пікір білдірген. Кейбіреулері тағам сөзімен бидай меңзеліп тұрғанын айтқан, ал басқаларының айтуынша пітрді тек хадисте аталған тағам түрімен ғана төлеуге болады. Шын мәніне келсек, хадистегі тағам сөзі жалпы, әрі өлшенетін тамақтың барлық түріне қатысты деп есептейтін ғалымдардың пікірі күштірек және дәлелдірек. Бұған қоса, закат әл-фитрді сол аймақта негіз тағам болып табылатын азық түлікпен беру қажет. Бұған Абу Саидтің келесі хадисі нұсқайды. Аллах елшісінің оған Аллахтың игілігімен сәлем болсын. Тірі кезінде біз фитрді бір са азық түлікпен төлейтінбіз, ал ол кезде біз арпамен, мейізбен, кептірілген ірімшікпен және құрмамен тамақтанатынбыз. Әл-Бухари 1510. Ашхаб былай баяндайтын: мен имам Маликтің арпа оны жемейтіндерге берілмейді, адамдар жеп жүрген нәрсені ғана беру керек деп айтқанын естідім. Қараңыз Әл-Истискар 9.263. Хафиз Ибн Абдулбар былай деген: закат әл-фитрді беруді қандай да бір жердің негізгі тамағын ескеру барлық уақытта міндетті болып табылады. Қараңыз Ат-Тамхид 7.127. Шейхул Ислам Ибн Таймия былай деген: пайғамбар оған Аллахтың игілігімен сәлем болсын, закат әл-фитрді бір са құрма немесе бір са арпамен төлеуді парыз етті. Өйткені бұл Мәдина тұрғындарының тамағы еді. Егер де Мәдина тұрғындары олардан өзге тамақтарды жейтін болғанда, онда пайғамбар оған Аллахтың игілігімен сәлем болсын, оларға олар қолданып жүрмеген тамақтарды беруге бұйырмас еді. Қараңыз Маджмуул Фатауа 25.68. Шейх Ибн Әл-Қайим былай деп жазған: хадистерде аталған азық түлік Мәдина тұрғындарының негізгі тамақтары еді. Егер белгілі бір жер тұрғындарының негізгі тамақтары осылай болмаса, онда олар фитрді қолданыстағы тағам түрлерімен, мысалы жүгері, күріш, інжір, тағы да басқа берулер керек. Ал егер олардың жейтін тағамдары сусымалы емес, есесіне ет немесе балық секілді тағамдар болса, онда олар фитрді олар жейтін нәрселермен берулері керек. Ол не болса да. Бұл көпшілік ғалымдардың пікірі, әрі осы ең дұрыс пікір болып табылады. И'ламул Муаққиин 3.12. Шейх Ибн Усаймин былай деп айтқан: егер сусымалы азық түлік белгілі бір жердің негізгі тамағы болып саналмаса, бірақ керісінше олардың негізгі тамақтары мысалы ет болса, онда олар фитрді етпен берулері керек. Дұрысы осы. Шархул Мумти 6.182. Ал Абу Саидтің олар фитрді бір са мөлшеріндегі ұнмен бергені туралы айтылған хадисіне келер болсақ, онда ол имам Абу Дауд және басқалар айтқандай әлсіз болып табылады. Ирваул Алил 848. Алайда бұл хадистің әлсіздігіне қарамастан, кейбір ғалымдар закат әл-фитрді ұнмен беруді рұқсат еткен. Имам Ибн Қудама былай деген: фитрді ұнмен беруге болады, әрі бұл туралы имам Ахмад айтқан. Әл-Мұғни 2.357. Сондай-ақ бұл пікірді имам Абу Ханифа, Шейхул Ислам Ибн Таймия, Шейх Ибн Әл-Қайим ұстанған. Ал қазіргі заман ғалымдарының ішінде
Бұл пікірді Шейх Ибн Усаймин таңдаған. Шейх Ибн Усаймин фитрді макарондармен де, егер олар белгілі бір жердің негізгі тағамы болып есептелсе, беруге болады деді. Шархул Мумти 691. Сөйтіп, жоғарыда айтылғандарға сүйене отырып, фитрді кез келген азық түлікпен, ол макарон, күріш, қара бидай, ет, тары және тағы да басқа нәрселермен болсын, яғни белгілі бір жердің негізгі тамақтарымен беруге болады. Әрі адам фитрді ең қымбат тамақпен беруге міндетті емес, ол оны өзі жеп жүрген орта бағадағы нәрсемен бере алады. Фитрді немен төлемеген жөн және немен төлеуге тыйым салынады. Фитрді бұзылған және тезде бұзылатын тамақпен беруге болмайды. Ибн әл-Қайим нан және дайын тамақ туралы айтар болсақ, онда тіпті олардың кедейлер үшін пайдасы бар, және олар уақыт пен еңбекті талап ететін болса да, бәрібір сусымалы тағамдардың пайдасы көбірек, өйткені оларды ұзағырақ сақтауға болады. Ал нан мен дайын піскен тамаққа келер болсақ, олар көп болса да тез бұзылады, әрі оларды ұзақ сақтау мүмкін емес деп айтқан. Қараңыз, И'ламул Муаққиин 3:18. Сондай-ақ фитрді қантпен, тұзбен және соған ұқсас нәрселермен беруге болмайды. Себебі олардың барлығы тамақ емес, тек дәмдеуіштер ғана. Ал Аллах тағала былай деп айтқан. Аяттың мағыналық аудармасы. Сүйікті нәрселеріңді жұмсамайынша, сендер ешқашан игілікке жетпейсіңдер. Ал сендер не жұмсасаңдар да, Аллах ол туралы біледі. Али Аймран сүресі 92 аят. Закат әл-фитрді ақшалай беруге болады ма? Закат әл-фитрді киіммен де, ақшамен де, тағамнан басқа нәрселермен де беруге болмайды. Себебі бұл пайғамбардың оған Аллахтың игілігімен сәлем болсын әміріне қайшы келеді. Ол оған Аллахтың игілігімен сәлем болсын фитрді тек тамақ түрінде беруге бұйырған. Алайда осыған қарамастан кейбір ғалымдар фитрді ақшалай беруге рұқсат еткен. Имам ан-Науави былай деген: фақихтардың көбісі фитрді ақшамен беруді рұқсат етпеген, дегенмен мұны имам Абу Ханифа рұқсат еткен. Ибн әл-Мунзир мұның рұқсат етілгенін Хасан әл-Басриден, Омар ибн Абдул-Азизден және Суфиян ас-Сауриден жеткізген. Шарх Сахих Муслим 7:60. Имам әл-Хаттаби Абу Саидтің пайғамбарымыз оған Аллахтың игілігімен сәлем болсын, тірі кезінде бір фитрді бір са мөлшерінде тағаммен төлейтінбіз. Ал ол кезде біз арпамен, мейізбен, кептірілген ірімшікпен және құрмамен тамақтанатынбыз деген хадисті келтіріп, былай деген. Бұл хадисте фитрді ақша түрінде беруге болмайтынына дәлел бар. Өйткені бұл жерде ақша емес, нақты азық түлік туралы айтылған. Маалим Сунна 2:44. Динарлар мен дирхамдар пайғамбардың оған Аллахтың игілігімен сәлем болсын кезінде де болған. Алайда шариғат фитрді ақшамен емес, тамақпен беруді бұйырған. Сол үшін де біз осыған тоқтауымыз керек. Пайғамбарымыз Мұхаммад оған Аллахтың игілігімен сәлем болсын былай деген: кімде-кім дінде біз нұсқамаған амалды істесе, ол қайтарылады. Муслим 1:236. Имам Ахмадтан фитрді дирхаммен төлегісі келген адам туралы сұрағанда, ол былай деп жауап берген: оның бұл ісі пайғамбардың оған Аллахтың игілігімен сәлем болсын сүннетіне қарсы келгендіктен есептелмей қалады ма деп қорқамын. Сондай-ақ имам Ахмад фитрді азық түліктің орнына ақшамен беруге болмайды дегенде, оған бұл жерде адамдар Омар ибн Абдул-Азиз ақшамен берген деп жатыр ғой деген уәж айтылғаны хабарланады. Сонда имам Аллахтың елшісінің оған Аллахтың игілігімен сәлем болсын сөздерін тастап, біреу солай айтты деп жатыр деп жауап берді. Әл-Муғни 2:671. Закат әл-фитрді қашан беру керек? Омар ибн Абдул-Азиз бен Абул Алия Аллах тағаланың тазарған Раббысының атын еске алған және намаз оқыған адам табысқа жетті. Әл-А'ля сүресі 14-15 аяттар деген сөздер жайлы былай деді: мұның мағынасы закат әл-фитрді беріп, сосын айт намазына барады. Қараңыз, Ахкамул Құран 3:176. Ибн Омар былай деді: пайғамбар оған Аллахтың игілігімен сәлем болсын, фитрді айт намазына шығардың алдында беруді әмір еткен. Әл-Бухари 1503. Имам Ат-Тин фитрді беру уақыты таң намазынан бастап айт намазына дейін деген. Қараңыз, Әл-Мутавари 135, Фатхул Бари 3478. Кейбір ғалымдар фитр беру уақыты Рамазанның соңғы күні батқан соң басталады да айт намазына дейін жалғасады деп есептеген. Алайда оны айт намазына шықпастан бұрын беру керек деген бірінші пікір күштірек, себебі ол тікелей хадиске сүйенеді.
Ал фитрді Рамазанның басында да беруге болады деп санаған ғалымдардың пікірі жайында айтар болсақ, онда ол қате әрі ештеңеге негізделмеген пікір болып табылады. Одан қалса бұл пікір Ибн Аббастан жеткен фитрдің мәнісі айт күндерінде кедейлерді тамақтандыруда деген хабарға қайшы келеді. Имам Ибн Қудама былай деді: Закат әл-фитрдің парыз болуының мағынасы бұл ораза айт. Қараңыз Әл-Муғни 2.679. Аш-Шаукани мен Шамсул-Хақ Азим Абади деген имамдар былай деген: ғалымдардың көпшілігі закат әл-фитрді айт намазына дейін беру жай мұстахаб амал ғана болып табылады, әрі оны айт күні аяқталғанша беруге болады деп есептеген. Алайда Ибн Аббастың хадисі оларды теріске шығарады. Аунул Маабуд Найлул Аутар 4.255. Шейх Әл-Әлбаниге закат әл-фитрді айт намазынан бірнеше күн немесе бірнеше апта бұрын беруге рұқсат па деген сауал қойылды. Оған шейх былай деп жауап берді: бұл рұқсат етілмейді, өйткені закат әл-фитрдің мәнісі кедейлерді мейрамда тіленіп жүруден құтқаруды қамтиды. Егер сен фитрді одан бұрын беріп қойсаң, онда кедей оны айтқа дейін сақтай алмайтынында күмән жоқ. Қараңыз Әл-Хауи мин Фатауа Шейх Әл-Әлбани 283. Бірақ егер адам фитрді айт намазына дейін беруге үлгермей қаламын деп қауіптенсе, онда оны айт намазына дейін 1-2 күн бұрын берсе болады. Бұл жалпы ережеден тыс жағдай болып табылады. Нафия былай деген: Ибн Умар кейде закат әл-фитрді айттан 1-2 күн бұрын беретін еді. Әл-Бухари 1511, Муслим 986. Кейбір ғалымдардың айтуынша, Ибн Умар фитрді 1-2 күн бұрын кедейлердің өзіне емес, фитрді жинауға тағайындалған кісіге беретін еді. Бұл мағлуматты басқа хабарлар растайды. Нафия Ибн Умар закат әл-фитрді айттан 1-2 күн бұрын оны жинап жүрген адамға жіберетін деп айтқан. Мәлик 1.285. Аюптан жеткен тағы бір хабарда Ибн Умар фитрді қашан беретін еді деген сұраққа Нафи былай деп жауап берген деп айтылған: жинаушы фитрді жинай бастағанда. Одан ал жинаушы фитрді қашан жинай бастайтын деп сұрағанда, ол айттан 1-2 күн бұрын деп жауап берген. Ибн Хузайма 4.83. Алайда Ибн Аббас ал кім оны намаздан кейін берсе, онда ол кәдімгі садақа ретінде қарастырылады деп айтқандай, закат әл-фитр айт намаздан кейін берілсе, ол есептелмейтінін ескерту маңызды болып табылады. Тұрақты комитеттің Әл-Ләжна Даима ғалымдары былай деген: фитрді өз уақытында бермеген адам күнә жасады. Ол фитр беруді кешіктірген үшін тәубе етіп, бәрібір оны кедейлерге беруі тиіс. Қараңыз Фатауа Әл-Ләжна 9369. Бірақ білмеген адамның жағдайы басқа. Закат әл-фитр тек кедейге берілген кезде ғана төленген болып есептеледі. Ол кедейге немесе фитрді жинайтын сенімді кісіге уақытылы жетуі керек. Кедей адам өзіне тиесілі зекетті жинауды басқа біреуге тапсыруына болады. Сенімді кісіге закат әл-фитрдің уақытылы жеткені кедейдің оны алғанын білдіреді. Алайда егер адам закат әл-фитрді беруге үлгермеген болса, немесе оны ұмытқан болса, онда ол төлеуді талап ететін қарыз болып табылатындығына ғалымдар бірауыздан келіскен. Әл-Муғни 2.458, Маусуатул Фиқхия 41-43. Шейх Ибн Усайминнен: мен Рамазан айының басында Мысырда болғанымда закат әл-фитрді беріп қойған едім, бірақ қазір мен Меккедемін. Фитрді қайта беру мен үшін міндетті болып табылады ма деп сұраған. Шейх былай деп жауап берді: иә, сен фитрді қайта беруің керек, себебі оны уақытынан ерте беріп қойдың. Іс себебімен байланысты, ал фитрдің себебі ораза айт күні болып табылады, әрі бұл уақыт аталмыш зекеттің уақыты болып саналады. Ораза айт күні тек Рамазанның соңында ғана болатын жақсы білеміз. Фитр Рамазанның ақырғы күні аяқталып, күн батқан соң ғана беріледі. Бірақ фитрді айт намазына дейін 1-2 күн бұрын беруге рұқсат екенінде жеңілдік бар. Бұл тек жеңілдік қана, өйткені бұл зекеттің шынайы уақыты Рамазанның ақырғы күнінің кешінен басталып, айт намазына дейін созылады. Ал егер мүмкіншілік болып жатса, онда фитрді таң ертең айт намазына дейін берген жөн болады. Фатауа Ибн Усаймин 18.180.